Өзіңізді кінәлай бересіз бе? Одан құтқаратын 3 техника бар. Сәлем достар, сіздермен бірге ғажап әлем арнасы. Каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Кінәлі болмайын деп, әркімнің құтқарушысына, құрбанына, банкоматына, бала бағушысына айналуға да болмайды. Өмір болған соң әртүрлі жағдай болады. Кейбір оқиғалар адамда өзін-өзі кінәлау сезімін тудырады. Ал кінәлау сезімінен арылмайынша іске қол бармайды, күліп жүре де алмайсың. Мысалы, жол апатына түскен көлікте жалғыз өзің аман қалып, қасындағы адамдар көз жұмғанда, ата-анаңның қиналып өмір сүріп жатқанын көргенде, бауырыңның мәселелерін естігенде, үнемі ақша сұрайтын жақын адамыңа алғаш рет сұрағанын бермей қойғанда, өз шекараңды қорғамақ боп құрбыға немесе әріптеске қатты сөз айтуға мәжбүр болғанда, ұнамайтын туыспен байланысты үзгенде, уәдесінде тұрмайтын достың көңілін қалдырып жоқ деп айтқанда, біреудің мүлкін бүлдіріп алғанда. Осы секілді жағдайлардан кейін адамда өзін-өзі кінәлау сезімі пайда болады. Ал бұл сезім 3 күннен артық уақытқа созылса, ағзада стресстік реакция тудырып, ұйқысыздыққа, депрессияға ұшыратады. Сондықтан да психологтар кінәлау сезімінен тез арада құтылуды немесе оны адекватты рамкада ұстауға үйрену керектігін айтады. Ол үшін мынадай психологиялық техникаларға жүгіну керек. Біріншісі, жақтау. Жалпы біреу сізді жақтаса, кәдімгідей еңсеңіз көтеріліп қалады. Ал өзіңізді кінәлау сезімі мазаңызды қашырғанда, әлдекімнің сөзіңізді сөйлегенін күтпеңіз. Өз-өзіңізді жақтаңыз. Есіңізге түсіріңізші, бала кезіңізде бұзықшылық жасасаңыз, ыдысты сындырып қойсаңыз, анаңыз ұрсатын. Жазалап бұрышқа тұрғызып қойғанда, әкеңіз немесе әжеңіз сізді жақтап, бала болған соң ондай болады, келе ғой алтыным деп құшақтайтын. Сол сияқты, сізде де өзіңіз жақтауыңыз қажет. Айнаға қарап, қателеспейтін адам жоқ, мен де қателік жасадым. Бірақ не нәрсе болса да, мен ең бірінші өзімді таңдаймын. Өзімді жақсы көрем деп айтыңыз. Кінәлау сезімінен құтылғанша бұл техниканы күнде қайталаңыз. Екіншісі, ақтап алу. Өз-өзіңді кінәлау сезімі, дұрыс сөйлемедім, қателік істеп қойдым, менікі жөн болмады деген ойлардан кейін де пайда болады. Осындай ойлардан құтылу үшін өзіңізді қанша пайыз кінәлі санайтыныңызды таразылаңыз. Мысалы, өзіңізді 70% кінәлі деп тапсаңыз, онда 30% тағы бір адам кінәлі болғаны. Демек, сіздің қателік жасауыңызға сол 30% кінәлі адамның да үлесі бар. Яғни ол жағдайға сіз ғана кінәлі емессіз. Сондай-ақ, дәл сол сәтте сіз көп нәрсені білмейтін, тәжірибесі аз маман едіңіз, сондықтан да қателестіңіз. Қанаты бүтін сұңқар жоқ, пенденің бәрі қателеседі. Үндемей ішке жұтып тұншыға беру зиян. Өзгенің ұнамайтын ісін айтып тастаған дұрыс. Сол кездегі эмоциямен айтылған сөз деп қабылдаңыз. Сол сәтте шығарылған ашу, барлық адам ашулы кезде ойланбастан сөйлеп қояды. Осы секілді ойлармен, сөздермен өзіңізді ақтап алыңыз. Менікі дұрыс деп өз-өзіңізді көтермелеңіз. Еңсеңізді тіктеңіз, сонда кінәлау сезімі біртіндеп жоғалады. Кешірім сұрау және өзіңізді кешіру. Бұл үшінші техника. Бұл ең тиімді және жылдам әсер ететін техника. Өйткені кешірім сұрау мойындау. Қателігін мойындаған қылмыскердің жазасы жеңілдейтіні сияқты кешірім сұраған адамның да иығынан ауыр жүк түседі. Егер өзіңізді ыңғайсыз сезініп жүрсеңіз, ренжіткен адамыңыздан кешірім сұраңыз. Мейлі оныкі бұрыс, сіздікі дұрыс болса да, өз жүрегіңіздің тыныштығы үшін кешірім сұраңыз. Бір ауыз сөзбен емес, кешір, менен мынандай қате кетті деп нақтырақ саралап айтқаныңыз жөн. Оқиғаны қайтадан еске түсіріп, сенің жаныңды ауыртқаным үшін, қатты сөз айтып жаныңды жаралағаным үшін кешірім сұраймын десеңіз, кінәлау сезімінен тез арыласыз. Егер материалдық шығын келтірсеңіз, өтеңіз.
Ал психологиялық тұрғыда болса, шын көңілмен кешірім сұрап, өкінетініңізді білдіріңіз. Сондай-ақ міндетті түрде өзіңізді де кешіріңіз. Мен осындай қателік жасағаным үшін өзімді кешірдім. Бұл жағдайдан сабақ алдым. Болашақта бұл қателікті қайталамаймын. Өзімнен кешірім сұраймын және алға жылжуға өзіме рұқсат берем деп жеңілдікті сезінгенше күнде 1-2 рет қайталаңыз.